Сәлем достар, визуализация жасай аласыздар ма? Визуализация жасауға арналған тест, жаттығу десе де болады, жасап көрейік. Қарапайымнан бастап күрделігі өтеміз. Бірінші жасағанда көзіңізді жұмып жасасаңыз болады. Ал кеттік, онда бастаймыз. Көзіңізді жұмыңыз. Сізде қап-қараңғыда бір жарық точканы жақындап келе жатқан елестетіңіз. Ол горизонталь сызыққа айналады, одан экранға айналады. Оның ара қашықтығын және экранның үлкендігін өзіңіздің комфортыңызға сай елестетіп көріңіз. Ал мына экранда енді әртүрлі түске бояймыз. Бірінші қызылға, жасылға, одан соң көк түске бояп көріңіз. Енді оны өшіріп тастап, сөздер жазамыз. Стол сөзін жазып көріңіз. Анық елестетіп көріңіз. Енді оны керісінше оқып көріңіз. Оны өшіріп тастап, енді кино сөзін жазыңыз. Оны керісінше оқып көріңіз. Анық көре алдыңыз ба? Бұны сіз оңай жасадыңыз. Енді күрделігі өтеміз. Енді экранда сіз таблица сызасыз. Бірінші үш қатарына бірінші көк түсті квадратты елестетіңіз. Екінші ұяшықта жасыл түсті үшбұрышты елестетіңіз. Үшінші қатарда қызыл дөңгелекті елестетіңіз. Осы таблицаны. Енді оны керісінше елестетіп көріңіз. Яғни қызыл дөңгелек, жасыл үшбұрыш және көк квадрат болады. Ал енді екінші қатарын толтырамыз. Сары түсті дөңгелек, ақ түсті квадрат, сұр түсті треугольник, үшбұрыш. Енді оны керісінше елестетесіз. Сонда ол сұр түсті треугольник, ақ түсті квадрат, сары түсті дөңгелек болады. Енді үшінші қатарын толтырамыз. Ол розовый түсті квадрат, қара түсті треугольник және фиолетовый түсті дөңгелек. Осыны толық елестетіңіз де, оны диагональ бойынша жоғарыдан төмен әртүрлі вариацияда елестетіп көріңіз. Қолыңыздан келді ме? Егер бұл жаттығуларды жасасаңыз, мен сізге келесі жаттығуларды жасауды үйретемін. Визуализацияның маңыздылығы сол, сіз кез келген визуализация жасағанда соны өміріңізге тез алып келесіз. Қалай детальдарды анық елестетесіз, солай ол өміріңізге тез келеді. Жасап көріңіз.